Аузу биллахи минашшайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді, жаратушы жаббар хақ Аллах Тағаланың атымен бастаймыз. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Біріншісі сұрақ. Егер бір ай намаз оқымай қалса, оның қазасы оқылама немесе намазы қайтып жалғастырып кете береді ма деген сұрақ түсіпті. Өте керемет сұрақ. Жалпы намаз өз уақытысында егер оқылатын болса, онда ешқандай пікір талас жоқ. Оны әда деп айтылады. Ал егер өзінің уақытынан шығып кеткен болатын болса, онда қада деп айтылады. Қандай да бір адам бір ай, 2 ай немесе басқа бір көлемде намаздарын оқымаса, онда оны қаза қылып оқу ол адам үшін міндет болып табылады. Ал егер 5 уақыт намазға дейін намаздар қаза болатын болса, оны да оқу шарт. Алайда ол жердегі нәрсе реттігі болуы. Яғни бір адам таң намазын, бесін намазын, екінді намазын, ақшам намазын қаза қылып алатын болса, сол реттік бойынша бірінші таң намазы, одан кейін бесін, одан кейін екінді, одан кейін ақшам намазын оқиды. Ал егер 5 намаздан асып кететін болса, онда кез келген намазынан бастаса болады. Бұл жердегі тағы да бір айтып кететін жайт, мысалы бір ай оқылмаған намазды адам өзіне қиындық болмау үшін бос уақыттарында да оқып, немесе түнгі уақыттар, қазіргі кезде қыс кезінде түн ұзақ болады. Сол ұзақ уақыттарда жарты сағат, 1 сағаттан бөліп оқып тастағаны абзал болып саналады. Себебі Аллах Тағаланың алдында ең қатты сұралатын нәрселердің бірі ол намаз болып табылады. Аллах Тағала оқыған намаздарыңызды қабыл қылсын. Аллах Тағала енді олай қаза қылмауды Құдайдан, Аллах Тағаладан жалынып жалбарынып сұрап, әрине тәубе істегеніміз абзал болып табылады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.